басқаның табысына іштарлық ететіндер бар ғой. Неге ол байып кетті, неге ол маған қарағанда табыстырақ деген секілді осындай ұстанымдар адамның өзінің ақшаның жолын бекітіп тастай ма? Көп мамандар сөйтіп айтып жатады. Егер сен біреудің бақытына, біреудің жетістігіне қуана алмасаң, сенің басында проблема тұр. Ішкі жан дүниеңде проблема тұр. Ол проблема шықпай, сен ақшаға да бара алмайсың, дүниеге де бара алмайсың, сен бақытқа да бара алмайсың. Ол проблема баста тұрған, түйсікте тұрған проблема. Көре алмаушылық. Көре алмаушылықтың негізгі түп тамыры қайда жатқанын айтайын ба? Қайда жатыр? Бізде 30 жылдар аштық болды. Иә. Аштық болған кезде ата тегіміз, ата бабаларымыз бәріміз сол уақытта өмір сүрді. Әр қазақтың. Иә. Аштықтан аман қалу үшін біз бір-біріміздің етімізді жегенбіз. Әкесі баласының етін жеген. Ол қолдан жасалған дүние. Сол біздің ДНК-мыз бұзып кетті. Қазір туғанның жетістігіне қуана алмайды. Ол программа. Ол сол заманда адамның бойына кірген, қазақтың бойына. Сол ата тектен бізде жұмыс істеп жатыр қазір. Көре алмаушылық 30 жылдағы ашаршылықтан келген дүние. Оны істеп қойды, қазақ өспесін, санасы ашылмасын деп. Қолмен жасалған дүние. Біз ешкімді кінәлай алмаймыз оны. Ол құбылыс солай болды. Ол сынақтан да өту керек. Ол Құдайдың берген қазақтың басына сынағы. Қазақ осыдан өтсе, гүл болады.